баяшу дейді қытайлар. Қалай деп айтсам болады? Көктемде бір, күзде бір мейрам болады баяшу. Енді осы 9 ай кеткен. Йоген. Мыңдай томалақ нәрсе жейді қытайлар. Сентябрьдің 15-те, августтың 15-те. Содан кейін мұңғылдар сол күні жылайды. Жеңген күні. Сонда ана мынандай тоқаштың ішіне сонда қытайларға хабар барған ғой. Мұңғылдың әскері falan сол хат арқылы күтті мұңғылдың әскерін қырып Қытай жеңіс тапқан. Сол күнді тойлайды. 8 айдың 15. Бәншеуи. Қазір отырған немене болады, иә? Соның ішінде 15 август. Иә. Мұңғылдар қиын жылайды екен сол күні. Ламажау деген